Сәлем достар. Нұх пайғамбар жер бетінде жаңа тіршілік орнатып, елін шариғатпен басқарған шақта ақиқатты мойындамағандар жоқ еді. Кешегі топан судың апатынан жүрегі шайыққан халық өзінен кейінгі ұрпақтарға күпірлікке бармауды өсиет етті. Алайда Нұх пайғамбардан соңда қаншама жылдар өтіп, жер жүзіне жаңа ұрпақтар келді. Олар ата-әжелерінен топан су туралы дастанға бағзы заманнан қалған аңыз деп сенбеді. Сіздермен бірге бәрі бар арнасы. Бүгін біз Хазіреті Худ пайғамбардың өмірі жайлы айтатын боламыз. Егер алдымен арнамызға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік. Жылдар жылжып, Нұх пайғамбардың үмбеті көбейді. Осыған орай ұлттар мен тайпаларға бөліне бастады. Солардың бірі Ад деген арғыт аталарының есімімен аталып кеткен Ад елі еді. Олар Йемен аймағындағы Хадрамаут қаласының солтүстігін мекендеп, сол жерде жаңа шаһар тұрғызды. Олардың тұрғылықты жері Аққаф деп аталады. Аққаф құм төбелер деген мағынаға саяды. Олар биік төбелерге ғимараттар салды. Тіпті бертін келе әбден байыған олар бір-бірлерімен зәулім ғимараттар тұрғызумен жарыса бастады. Һәм олар өзге халықтарға қарағанда сүйекті, ірі денелі болды. Жауырыны қақпақтай, жұдырығы тоқпақтай деген теңеулер дәл соларға арналғандай батыр тұлғалы халық еді. Аққафтықтар келе-келе әлдерінен асқан шақта «Бізден күшті кім бар?» деп өзгелерге мұрнын шиіре қарайтынды шығарды. Бұған қоса аймақтағы ең бай ел еді. Зәулім сарайлар салуда тайпаларды жолда қалдырды. Аула ішіне ғажайып бақтар, хауыздар орнатты. Осыншама байлықтың буына мастанған Ад елі бірте-бірте бұзыла бастады. Ар, ұят, ынсап, рақым, шүкіршілік деген қасиеттер жойылды. Байлары кедейлерді қанауды шығарды. Көрші елдерге де тыныштық бермеді. Бұнымен де шектелмей, Нұх елінің пұттарын қайта жасап, соларға табынатынды шығарды. Худтың пайғамбарлығы. Түп шежіресі Нұхтан тарайтын Худ алейхиссалам турашыл, батыл, ақыл-парасат секілді игі қасиеттерімен әйгілі еді. Оған сенімді кісі деп ат қойғандар да кездесті. Елінің мұншалықты адасқаны Худтың арқасына аяздай бататын. Алайда бір күні күтпеген жерден Жәбірәйіл алейхиссалам періште келіп, Хақ тағаланың әмірін жеткізді. Худқа пайғамбарлық міндет жүктеді. Құранда оның пайғамбарлығы туралы Ад еліне елші етіп, тікелей өз араларынан бауырлары Худты жібердік деді. Худқа пайғамбарлық келісімен дереу іске көшіп, елін тура жолға шақырды. Ол еліне: «Уа халқым, Аллах тағалаға құлшылық қылыңдар, одан өзге ешбір құдай жоқ. Серік қосып, Хақ тағалаға жала жабудасыңдар», дейді. Бірақ еліне, әсіресе елдегі байлар мен билерге оның мына сөздері түрпідей тиді. Олардың ұғымында пұттарға табыну абырой саналатын. Сондықтан олар дереу Худқа қарсылық көрсетті. Бірақ ол бұған төзімділік танытып, ісін әрі қарай жалғастырды. Ақырында олар Худтың пайғамбарлығын сан-саққа жүгірте бастады. Астарынан жеке бастың мүддесін іздеді. Билік пен байлыққа қол жеткізгісі келетін болар деп шолақ топшылады. Өйткені олардың ұғымында адам өзіне пайдасы жоқ іс үшін бостан-босқа тер төгіп, азап шегуі мүмкін емес деген түсінік бар болатын. Бұл иманы жоқтардың ортақ пікірі. Өмірді жалған дүниемен ғана шектеледі деп ойлайтын пенденің бәрі де Аллах разылығы үшін жасау деген ұғымды ақымақтыққа санайды. Сондықтан Алла үшін, ақырет үшін халықтың игілігіне қызмет еткен адамдарды бұл дүниедегі қауымның қамын ойлайтын бейбарақат, не есі ауысқан жынды, не болмаса сөзсіз көздеген басқа бір мақсаты бар деп ойлайды. Худ халқын жинап, оларды жақсылыққа шақырғаны үшін ешқандай да ақы талап етпейтіндігін, ақысы мен сауабын Аллах тағаланың өзі беретіндігін айтып түсіндірді. Іле дауыстап:
Уа халқым, сендер өздеріңе ешқандай қажеті жоқтығын біле тұра, іргесін берік, шаңырағын биік етіп салдырғандарыңмен қоймай, зәулім сарайлар тұрғызып жатырсыңдар. Сонда мәңгіл тұрақтап қалатындай, ауласына хауыз орнатып, көп ысырап етіп, іші сыртын тұтастай әшекейлеп, алтынмен аптап, күміспен қаптап тастадыңдар. Жол бойына тұрғызған керуен сарайларында пайдасыз ойындар ойнап, сол даңғыл жолдағы жүргіншілерге, әсіресе менің қонақтарыма тиісіп, келемеждеп мәз боласыңдар. Әлсіздерді басынып, зорлық-зомбылық жасайсыңдар. Бұл азғындықтың белгісі. Мен сендермен тегі бір туыс болғандықтан тура жолға шақырудамын. Өз қандастарымды түпсіз қараңғы шыңыраудан шығарам деп, жанталаса қол созғаныма бола ақ талап етуім қажет пе? Жүрегінде зәредей мейірімі бар адам суға батып бара жатқан бауырына қол созғаны үшін ақы сұрауы керек пе? Ендеше сендер де мен үшін сазға батып бара жатқан адам сияқтысыңдар. Мен сендерді әрбір пенде жан жүрегімен, ар-ұжданымен, терең рухымен аңсаған бақытқа шақырамын. Құдіретті шексіз жаратушыдан қашып, жаратылған һәм өздері қолдан қашап, яки илеп жасаған жансыз пұттарға табынып, солардан медет сұрайсыңдар. Алайда күн жауса, өзге түгіл өзіне пана бола алмайтын соқыр, мылқау, тірі жанды танымас мешеген мына пұттар қалай ғана сендерге пана болмақ? Олай болса бұларға табынуды қойып, бәрімізді жоқтан жаратқан жалғыз жаратушыға ғана табыныңдар. Сендерге мал мен баланы, бау-бақшалар мен дәмі балдай бұлақтарды нәсіп еткен хақ тағаладан қорқыңдар. Мен сендерге қарап, ұлы күннің азабынан қорқамын дейді. Бірақ қауымы Хуттың сөздерін қаперге ілмеді. Иә, хақ тағала ад елін тепсе темір үзетін мықты етіп жаратқан болатын. Олар тұрған Сақара шөлін көркі көз тартарлық көкорай шалғын бәйшешекке толтырып, жайқалған жайылымға, жабағылы жас тайлағын жардай атанға, жатып қалған бір тоқтысын жайдырып, мұң қойға айналдырған жер еді. Алайда олар бұл шексіз несібеге шүкір етудің орнына ынсапсыздық танытты. Мейлінше азғындады. Ысырапшылдыққа салынды. Әлсізге ат ойнатып, әлділерге ғана жағынды. Құдайды мойындамады. Худ алейхиссалам халқын бұлай кете берсе, күні ертең орны толмас азапқа душар болатынын біліп, күн демей, түн демей оларды дінге шақырумен болды. Кейде қатты айтып, кейде тәтті айтып, көп замай бастарына келетін сұрапыл пәлекеттерден сақтандыруға бар күш қайратын жұмсады. Бірақ азғын елі насихаттан ығыр боп, оны тыңдаудан қалды. Бір күні олар жиылып келіп, Худқа былай деді. Әй Худ, иман келтірмесеңдер, көп замай ауыр азап келеді деп уағда етсең де, етпесең де, бізден саған пайда жоқ. Сен бізді зәулім сарайлар салдыңдар деп кінәлайсың. Алайда оның несі айып? Адам өмірге бір-ақ рет келеді, одан кейін шіріп топыраққа айналасың. Ендеше тапқан бір дүниемізді оңды-солды шашып, қайта келмес мына дүниені жалпағынан басып өткенге не жетсін? Әлсіздерді езіп қорлайсың дейсің, алайда өмірдің өзі күрес емес пе? Күштілер әлсіздерді жеңіп, соларды езіп, қанап күн көру арқылы мынандай байлыққа, бақытқа қолы жетеді. Әлжуаздар мен қорқаусыздар, кедейлер, байларға құл болу үшін жаралған пенделер. Әрі сен бізге пұттарға табынбаңдар дейсің. Біз ес білгелі аталарымыздың осыны көріп өстік. Бұл біздің ата-бабаларымыздан мұра боп қалған тәңірлеріміз һәм мәдениетіміз, өзгермес құндылығымыз. Сен бұл пұттардан бас тартпасаңдар, сендерге азап келеді дейсің. Алайда азап келетін болса, ғасырлар бойы неге осыларға табынған ата-бабаларымызға келмеді? Оларға келмеген азап неге бізге келуі керек? Ендеше ескіден қалған ертегіңді ел жұртқа айтып, туысым деп еркелігіңді көрсете берме. Шыдамның да шегі бар, қастандықтың да қайтар кегі болады. Біз сенің шақырған дініңе де, әлемді жаратқан бір құдайыңа да сене алмаймыз. Сен бізге бүгін ата-бабаларыңнан қалған пұт құдайларыңнан бас тартып, бір құдайға бас идейсің. Сосын ертең әлсіздерге зорлық жасама деп, құл-құтанды бізбен тең қоясың. Ілгерінің бізге қалдырған мұрасынан айырылып, құл-құтанмен теңескенде не ұтпақпыз? Жоқ, сен мейлі өз дегеніңмен қал, ал біз өз дегенімізбен жүреміз, дейді. Кейбір деректерде Худ халқына 4 ғасыр бойы дінді асқан кішіпейілділікпен жеткізіп, төзімділік танытып келгенін айтылады. Бірақ соңғы кездері халықтан ауыр сөздер естіп, қорлаған шақта өзегі өрттей жанып, көкірегі қарс айрылғандай болды.
халқым иманға келер деген үміті азайып, іші қан жылайтын. Көп өтпей Хақ Тағала Құттың халқына сынақ жіберіп, Сақараны қуаңшылыққа айналдырды. Кейбір деректерде 3 жыл бойы елін аспаннан бір тамшы да жауын жаумады дейді. Бұлт ұшты-күйлі жоғалып, елді қуаңшылық қыса бастады. Бұлақтар мен құдықтардың көзі тартылып, орны құп-құрғақ құмға, топыраққа айналды. Жыл өткен сайын ел-жұрттың құты қашып, байлаудағы малы өліп, жайлауын жұрт жайлады. Жоқ іздегендер қисапсыз қырылған ірілі-ұсақты малдардың сүйектерін кезіктірді. Бай бір борандық, батыр бір оқтық дегеннің кебі келді. Бұларға ең жайсыз тигені күндіз-түні дамылсыз соққан аңызақ жел болды. Сол желдің екпініне ешкім бетпе-бет келіп қарсы тұра алмады. Қара дауылдай ұйтқыған жел Сақараның құмын сұрапыл құйынға айналдырды. Сол құйын қала үстінде үйіле ұйтқып, қаланың ойран топырын шығарды. Артынша құмға көміп кетті. Құт оларға бұл әрекеттің ескерту үшін жіберілген залал екендігін айтып, халқын тәубаға келуге үндеді. Ешбір жұмыр басты пенде құдіреті күшті Құдай Тағалаға қарсы шығуға қауқары жоқтығын осы бір жұтты мысалға келтіру арқылы дәлелдеді. Құт сүресіндегі мына аят осы сөздің шындығы. Уа халқым, Раббыларыңнан кешірім тілеп, жалбарыныңдар. Оған бас иіп тағзым етіп, тәубаға келіңдер. Сонда Хақ Тағала сендерге көктен жауын жаудырып, күш-қуаттарыңды арттыра түседі. Күнәға батып, Құдай Тағаладан бет бұрмаңдар. Бұл насихат та олардың ашу-ызасын қоздырды. Тіпті ел билеушілер өз бастарына келген нәубәтті Құттың кесірінен деп ұғып, оны өлтірмекке ниеттенді. Ақырында олар халықтың көзінше Құтқа шамадан тыс ауыр талаптар қоятын болды. Ол бұл талаптарды орындаудан бас тартқанда, арандатушылар халыққа қарап, бұл Құттың суайттығына дәлел деп оны жәбірлейтін еді. Осылайша апаттан көз аша алмай онсыз да әрең жүрген жұртты одан сайын адастырып, пайғамбарға айдап салды. Олар: «Хей, Құт, сен бізге ашық дәлел келтірмедің. Ендеше сенің мына құрғақ сөздеріңе бола саған иман келтіріп, ата-бабаларымыздан қалған пұттардан бас тарта алмаймыз», деді. Осы кезде Құт көптеген мұғжизалар көрсетіп, өзінің Аллах Тағаланың елшісі екендігін дәлелдеді. Бірақ қалың жұрттың ішінен ешбірі мынауың жалған демеді. Ел билеушілердің халық алдында беделі түсіп, қорғақ жоспарларының быт-шыты шықты. Осыдан соң олар екінші жоспарға көшіп: «Хей, Құт, біз саған пәлен демейміз. Сен біздің арамызда туып өскендіктен өзіңді жақсы білеміз. Бірақ қанша уақыттан бері ақылға қонбайтын нәрселер айтып, елдің басын қатырдың. Шамасы пұттардың киесі сені ұрдау деп, халық оны есалаңға айналған адамға балады». Осы сәтте Құт пайғамбар қатты ашуланып, орнынан қарғып тұрды да: «Сөзіме құлақ салыңдар, мен кейінгі ұрпақты сендер сияқты адаспауға үндеймін. Анығында мына мелшиген пұттарың адамға ешқандай пайда тигізбейді. Егер оларда адамды ұратын кие мен қасиет болса, қанекей, онда не қарап тұрсыңдар? Сол мүсіндерімен қосылып маған қарсы тұрып, қолдарыңнан келетіндеріңді істеңдер, аянбаңдар», деп ащы шындықты дінсіз халықтың бетіне басты. Бұл сөзі де әсер етпеген соң, ең ақырғы ескертуін айтты: «Егер сендерге көрсеткен осы тура жолдан бет бұрып, әсте түзелмейтін болсаңдар, онда сендерге не дей аламын? Мен сендерге жеткізілуі тиіс барлық жарлықтарды тұтастай жеткіздім. Бұларды қабылдамай, бұрыс жолдан тыйылмасаңдар, онда Раббым қаласа сендерді жермен жексен етіп, орындарыңа басқа бір қоғам жібереді. Оған ешбір кедергі де, зиян да келтіре алмайсыңдар. Сөзсіз, Раббым әр нәрсені қорғаушы». Құттың жаны ашып айтқан бұндай жүрек жарды сөзіне халқы бұрынғыдан бетер ашуланып: «Хей, Құт, сенің көздегенің ғасырлар бойы ата-бабамыздан мұра қалған киелі пұттардан бізді бас тартқызу ма? Сол ма сенің бізге деген жақсылығың? Сен ылғи да бізді азаппен қорқыта бересің, тіпті ел-жұрттың берекесін кетіріп, ел ішіне үрей тудырасың. Ал ендеше, қане сенің сол үрейге толы пәрекетің? Уағда берік екені рас болса, сол уағдаңды орындамайсың ба? Әкел азабыңды, көрсет әуселеңді», дейді. Құт пайғамбар сонда азаптың қай уақытта келетінін Аллах Тағала ғана біледі. Бір елге азап жіберу оның өз міндеті. Мен өзіме не жіберілсе, соны ғана сендерге жеткіземін. Бірақ мынадай нақты шындық бар: мен сендердің надандықтан арыла алмай, қараңғылықта қалған халық екендеріңе анық көзім жетіп тұр.
ендеше көруге соншама ынтық болған азаптарыңды күтіңдер, сөзсіз мен де сендермен бірге күтемін, деп жауап береді. Ол сөзін аяқтамай жатып, Хақ тағаладан азаптың қашан келетіндігі уақи етіліп, күллі мүшрік атаулы құрдымға батып, иман келтіргендердің ғана аман сау қалатындығы білдірілді. Осыдан соң Худ алейхиссалам өзіне иман келтірген үмбеттеріне хабар салып, ертеңіне таң сәріде мүшріктерден іргесін аулақ салу үшін оларды қасына жинай бастады. Бұл қыс мезгілі болатын. Осымен бүгінгі бейнемізді аяқтаймыз. Егер осы бейненің жалғасы шыққандығын қаласаңыздар, арнамызға барынша қолдау көрсетіп, видеоны таратуды ұмытпаңыздар. Арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды естен шығармайық. Келесі кездескенше, ютубтың қызығын бөліскенше достар. لو ألف في الدنيا لو ألف في العالم مش ممكن زي غرامك انت